Сәлем достар, бүгінгі біздің тақырып адам организмінің қалыптасу жолдары. Жалпы организм дегеніміз өзінің құрылымы, дамуы бар, қоршаған ортамен зат алмасуға, өсуге, көбеюге қабілетті жүйе. Жалпы организмнің қалыптасуы бұл бірінші клеткадан басталынады. Бірнеше клеткалардың жиынтығы тіндерді құрайды. Бірнеше тіндердің жиынтығы орган немесе ағза деп атаймыз. Мысалы айтатын болсақ, оларға асқазан және де бүйрек, жүректер, осы органдар, ағзаларды бірнеше тіндердің жиынтығынан осы органдар түзіледі. Енді бірнеше органдардың жиынтығынан органдар жүйесі қалыптасады. Мысалы айтатын болсақ, оларға жүректің қасында қан тамырлар, осылардың барлығы жүрек қан тамыр жүйесі деп аталынады. Мысалға, бүйректі айтатын болсақ, бүйректе бүйрек, несебағар, қуық, зәр шығару өзегі, бұлардың барлығы зәр шығару жүйесіне жатады. Сол сияқты бірнеше органдардың жиынтығы жалпы органдар жүйесін құрайды, немесе ағзалар жүйесін деп те атасақ болады. Енді бірнеше ағзалар жүйесі бірге отырып, бұл белгілі бір организмді құрайды, яғни осыдан организм қалыптасады. Жасуша бұл адам организмінің ең кішкентай құрылымдық бірлігі. Өйткені неге кішкентай құрылымдық бірлігі деп атаймыз? Себебі жасуша бұл адам организмінің қалыптасуының ең кішкентай бөлшегі болып табылады. Адам организмдегі жасушаларды жалпы екі топқа бөліп қарастырамыз: соматикалық және жыныс жасушалары деп. Соматикалық жасушалар деп отырғанымыз бұл адам организмдегі барлық ағзасында және сонымен қатар бүкіл осы адам организмдегі бүкіл денесінде орналасқан жасушаларды біз соматикалық жасушалар деп атаймыз. Сол себептен де оны сомалық жасушалар деп атайды. Келесі жыныс жасушалары, олар яғни жыныс бездерінде орналасады. Соматикалық және жыныс жасушаларының айырмашылығы, бұл жерде мысалы соматикалық жасушаларда 46 хромосома болатын болса, ал жыныс жасушаларында 23 хромосомадан болады. Еркек және әйел жыныс бездерінде 23 хромосомадан болады. Яғни еркек пен әйел қосылған кезде бұл 23 хромосома екеуі бірге отырып 46 хромосоманы құрайды. Еркек пен әйелде 22 хромосомасы бірдей болып келеді. Тек 23 хромосома ғана басқаша болады. Әйелдерде X түрді хромосома болатын болса, ал еркектерде Y типті хромосома болады. Яғни әйелдерде ер баланың немесе ұрықтанған кезде ер баланың немесе әйелдің туылуы бұл еркек адамға байланысты. Осыған мысал ретінде келтіретін болсам, әйелдерге тән хромосома XX хромосомасы, еркектерге тән XY хромосомасы. Енді екеуі ұрықтанған кезде, яғни қосылған кезде, әйелден X хромосома мен еркектен X хромосома келетін болса, XX қосылып, әйел туылады, әйел адам өмірге келеді. Ал егер әйелден X хромосома келіп, еркектен Y хромосома келетін болса, XY-ті құрайды, ол кезде ұл бала дүниеге келеді. Енді осындай бірнеше жасушалардың жиынтығы тіндерді құрайды. Адам организмдегі жалпы барлық тіндер 4 топқа бөлінеді. Олар бірінші эпителий тіні, екінші дәнекер тіні, үшінші бұлшықет тіні және төртінші нерв тіні. Бірінші эпителий тіні деп отырғанымыз ол сыртқы ортамен шектеседі, яғни қуыс ағзалардың қабырғаларын астарлайды, тамырлардың ішкі жағынан астарлайды. Негізгі қызметі бұлар жабын болу және секрет шығару болып табылады. Эпителий тіні бізді сыртқы ортамен байланыстырады, яғни бүкіл біздің ағзамыздағы тері бұл эпителий тінінен тұрады. Келесі дәнекер тіні, ол сыртқы ортамен байланысы жоқ, сұйық тіндерде, қандарда, лимфада тірек қызметін атқаратын талшықты дәнекер шеміршектерде орналасады. Кейбір органдарда осы дәнекер тіні орналасады. Келесі бұлшықет тіні, ол басқа тіндерден айырмашылығы бұлшықет тінінің жиырылу қасиеті бар. Ол жалпы екі топқа бөлінеді: бірыңғай салалы бұлшықет тіні және көлденең жолақты бұлшықет тіні. Бірыңғай салалы бұлшықет тіні деп отырғанымыз бұл адамның еркіне бағынбайтын, яғни қуысты ағзаларда орналасады. Екінші көлденең жолақты бұлшықет тіні деп отырғанымыз бұл адам еркіне бағынатын қаңқа бұлшықеттерінде орналасады. Енді осыған мысал ретінде айтатын болсақ, бірыңғай салалы бұлшықеттер адам еркіне бағынбайтын деген. Олар мысалы ас қорыту жүйесі, өңеште тамақты жұтқан кезде біз жұтқыншағымыздан тамақты өздігімізден өткізбейміз. Ол яғни адам еркіне бағынбайды, өздігінен рефлекс арқылы жұтылып, одан ары қарай өңештен ары қарай асқазанға түседі. Ары қарай солардың бұлшықеттерінің жиырылып әрекет етуіне байланысты асқазанымызда тамағымыз қорытылып сыртқа шығарылады. Яғни бұл бірыңғай
мысалы адамның еркіне бағынбайтын бұлшықеттер. Енді көлденең жолақты бұлшықеттер деп отырғанымыз бұл адам еркіне бағынатын қаңқа бұлшықеттер, яғни аяқ қолдарымызда біздің еркімізге бағынады, бүксек бүгіледі, жазсақ жазылады. Яғни бұлардың барлығы көлденең жолақты бұлшықеттер болып табылады. Тек бір ғана орган бар, ол жүрек болып есептелінеді. Жүрек көлденең жолақты бұлшықет тіндерінен тұрады. Жүрек ол автоматизмді қызмет атқарады. Келесі 4-ші нерв тіні өзі аты айтып тұрғандай нерв талшықтарында орналасқан, оның тітіркендіргішті және өткізгішті қасиеттері бар. Енді осы бірнеше тіндер жиыла отырып, солардың жиынтығы белгілі бір органды құрайды. Мысалға, өкпе, жүрек, бауыр, асқазан, бүйрек, сонымен қатар қуық деген сияқты ішек, осылардың барлығы белгілі бір органдар. Енді осы бірнеше органдар жинақтала отырып, органдар жүйесін құрайды. Мысалы, жүрек қан-тамыр жүйесі, орталық жүйке жүйесі, тыныс алу жүйесі, ас қорыту жүйесі және тірек қимыл аппарат жүйесін құрайды. Бірнеше ағзалар жүйесінің жиынтығы осылайша тұтас организмді құрайды. Егер сабақ ұнаған болса, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.